Диспенсаның ретритіне мүгедек арбасына таңылып келген адамдар жүріп кетіп жатады, көзі көрмейтін адамдар көріп кетіп жатады. Бұл не сиқыр деп сұрауы мүмкін адамдар. Бұл жерде Джо Диспенса былай түсіндіреді, бұл плацебо әдісі дейді. Плацебо әдісі кейде кез келген дәріден де емдік күші өте мықты. Яғни бұл адамның ми мен тән деңгейінде бірдей жұмыс жасауы. Адамның миы қандай да шешімдер шығарар кезде ол өзінің сезімдерінен, тәнінен сигнал алады. Біз медитация жасаған кезде тәнімізді бос қоямыз, тәнімізді сезбей қаламыз тіпті. Сол кезде біздің миымызға кез келген сеніміміз, эмоциямыз күшті сигнал береді. Кез келген шешімді, кез келген бұйрықты осы кезде ми орындайды. Солай чудо сияқты естілгенде сондай адамдар жүріп кетіп жатқан, сауығып кетіп жатқан адамдар әлем бойынша өте көп. Плацебо әдісі дәл қазір қиын жағдайда жүрген адамдарға өте күшті көмектеседі. Сондықтан мен айтар едім, медитация жасаңыздар. Медитация жасау харам емес.